Қайырлы күн, құрметті аналар, құрметті балалар. Бүгінгі біздің айтатын тақырыбымыз стресстен қалай құтылуға болады, не болмаса стресстен қалай аулақ боламыз. Жалпы стресстен құтылудың бірнеше жолы бар. Егер білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментария қалдырып кетіңіз. Қолдауыңызға рахмет. Жалпы осы стресс, депрессия деген сөз соңғы кезде бірнеше жерлерден айтылып та жүр, жазылып та жүр. Не болмаса айналамыздағы, қоршаған ортамыздағы өзіміздің араласатын адамдарымыздың ортасынан көріп жатамыз, естіп жатамыз. Яғни ол стресс неден пайда болады? Айналадағы адамдарға өз ойымыздағыдай болмағандықтан, яғни өзіміздің ойымызда бір идеалды қалыптастырып аламыз ғой, идеалды қарым-қатынас, идеалды адам, идеалды көлік, идеалды машина, идеалды достар деген сияқты тағысын тағы көп нәрсені өзіміздің ойымызша, фантазиямызға беріліп, идеальны қылып, бәрін керемет қылып, жақсы қылып ойлап аламыз. Сол ойымызға сәйкес келмей жатса, біз стресске түсеміз. Яғни сол туралы көп ойлай береміз. Яғни ол ой, тек қана ойдан тұрады. Қалай ойлаймыз? Біздің ойымыздағыдай болмай қалған дос, біздің ойымыздай шықпай қалған үй, біздің ойымыздан шықпай қалған мұғалім, біздің ойымыздағыдай болмай қалған ата-ана, біздің ойымыздай болмай қалған бала деген сияқты. Осының бәрі бізді өзіміздің ойымызды өзімізге, былайша айтқанда, жегідей жеп бітеді. Өзіміздің ойымыздай болмай қалған екен, өзімізді жей береміз, сосын біз ашу шақырамыз, ұрсамыз, түсініспеушілік пайда болады қарым-қатынастардың арасында. Осы стрессті болдырмаудың бірнеше жолы бар, соны қазір айтып кетсем. Бірінші, стрессті болдырмас үшін, яғни басыңызға түскен қиындықты өзіңізге жаныңыз ашитын, өзіңізге қамқорлық танытатын адаммен бөлісуден қашпаңыз. Яғни ол жанашыр, сізге қамқорлық танытқан адам сізге ешқандай жаманшылық тілемейді. Тіпті сіздің басыңыздағы қиындықты айтқыңыз келмесе, айтпай-ақ қойыңыз. Онымен жай ғана басқа бір әңгіме туралы тақырыпта, басқа тақырыпта, яғни сіздің басыңыздағы проблема емес, басқа тақырыпта әңгімелессеңіз де, сіздің өзіңіздің басыңыздағы қиындықтың шешімін өзіңіз тауып алуыңыз мүмкін. Яғни ол адам сізге қандай көмек береді? Өзінен жаңағыдай материалдық дүниесін бөліп бермесе де, ол сізге моральдық қолдау көрсетеді. Қазақша айтқанда сөзбен жәрдем береді. Яғни сізге өзінің позитивті ойларын береді. Сіздің негативті ойларыңызды позитивті ойларға ауыстырады. Яғни сіздің негативті жаңағыдегі идеальный болмай қалған ойларыңыздың бәрін өзіне жұтып алады да, сізге өз ойындағы идеальный позитивті ойларын сізге береді. Яғни ментальный көмек береді, ментальная поддержка, моральная поддержка береді. Одан қашпаңыз. Екінші, уайымыңыздан, яғни жаңағыдай басыңызда ойлап жүрген уайымдардың бәрінен біраз уақыт үзіліс жасаңыз. Яғни анау қалай болады екен, мынау қалай болады екен, оны не істесем болады екен, деген сияқты көп ойымызда миллиондаған, миллиардтаған ойлар секундта жүгіріп өтіп келеді. Соның ішіндегі бір 5-6-ауы миымызда накапливаться етіп қалады, жиналып қалады. Сол ойлардан арылу үшін үйдегі, не болмаса жұмыстағы бір келеңсіз оқиғалар болып қалады, соларды шешуге тырысыңыз. Яғни жаңағыдай өзіңіздің ойыңыздағы накапливация етіп қалған, жиналып қалған ойлардан сәл болса да үзіліс жасайсыз. Кейбір жағдайларда осы өзіңіздің ойыңыздағы накапливация етіп қалған, жиналып қалған ойларыңызды басқа біреуге айтып, оларға негативті беруге тырыспай-ақ қойыңыз. Ол жаман қасиет, керек емес дүние.
Сондай-ақ менің айтқым келгені, егер сіздің жаңағыдегі ойыңыздағы накапливаться етіп қалған нәрсені басқа біреуге айтудың еш қажеті жоқ. Және сіз басқа біреуге айтып мақұл жеңілдеп қалам деп айтатын шығарсыз. Сізден естіген адам басқа біреуге айтудың ешқандай құқы жоқ. Яғни сіздің ішкі ойыңызды басқа біреуге жеткізуге ешкімнің құқы жоқ. Үшінші, ашуланбаңыз. Тек қана сабырлы болыңыз, өзіңізді қолға алыңыз, өзіңізге бекем болыңыз. Яғни айналадағы қоршаған ортаңыз, үй ішіндегі отбасы мүшелері, болмаса жұмыстастарыңыз, сыныптастарыңыз, туған-туысқандарыңыз, не болмаса күйеуіңіз или әйеліңіз сізді ашуландыратындай сөз бастап келе жатса, яғни сізді ашуға шақырып келе жатқан кезде, сіз бірден үзіліс жасайсыз. Қалай үзіліс жасайсыз, ол өзіңіз білесіз. Сол кезде сіз 3 рет немесе 10 рет санауға тырысыңыз. Яғни көзіңізді жұмасыз ба, яғни тыныс алу арқылы ма, солай 3 рет санайсыз. Сол санап тұрған кезде айтасыз іштей: мен сабырлымын, мен толығымен сабырлымын деп 10 рет қайталайсыз. Сол кезде осы үзілісті пайдаланып, ол жағдайды түсінуге тырысасыз. Яғни ол жағдай сізге пайда әкеледі ма, зиян әкеледі ма? Яғни сіз ол мәселені шеше аласыз ба, шеше алмайсыз ба? Не үшін сіз оған ашулануыңыз керек? Соны түсініп алғаннан кейін барлығы орнына келеді. Не болмаса, уже сізді ашуландырып қойды, жаңағыдегі ағайын туысқаныңыз, күйеуіңіз или әйеліңіз или басқа бір отбасы мүшелері, болмаса тағы басқалары, оқушы болсын, яғни коллективіңіз ба, әйтеуір айналамыздың бәрі толы адам ғой, қайсы бірі сізді ашуландырып қойды ма, яғни уже сіз ашуға беріліп қойдыңыз ба, ол ашуыңызды сөзден көрі, яғни олмен ұрсудың орнына барып физикалық күшке жұмсаңыз. Яғни әйел адам болсаңыз, үйдегі жиналып қалған физикалық үй шаруалары бар ғой, сол үй шаруаларын тез-тез атқарып тастаңыз. Сіздің ол үй шаруаларыңыз өте сапалы, әрі уақытыңызды ұтымды пайдаланасыз. Үшінші, ойыңызды тазалайсыз. Если ер адам болсаңыз, үйдің жаңағы жиналып қалған ер адамға қатысты үй шаруасын рет-ретімен істесеңіз, сізде де ол үй шаруаңыз сапалы шығады, уақытыңызды тиімді пайдаланасыз. Не болмаса тренировкаға барыңыз. Яғни тренировка жасасаңыз, яғни физикалық күш жұмсасаңыз, сіз жаман ойлардан арыласыз, жаман негативті қалай айтсам болады, негативті энергияңыздан арыласыз. Төртінші, әрбір адам өзінше ішінде бала, кішкентай бала бар ішімізде. Әрбір адамның, мейлі ол үлкен адам болсын, мейлі ол орта жастағы адам болсын, мейлі ол жасөспірім болсын, бәрібір ішімізде, әрқайсымызда кішкентай бір бала бар. Яғни ол кішкентай бала кезіміз, балалығымыз қай кезде шығады? Біз қырсыққан кезде, біз бірбеткейлік танытқан кезде, өзіміздің айтқанымызды істеткен кезде біздің ол балалығымыз, яғни бұл капризность, яғни кейбіреулер айтады, бұны тәкаппарлық дейді, бірбеткей дейді, әркім әртүрлі мінез қылып айтады, суреттейді. Осы бірбеткейліктен қорқу керек адам. Яғни ол бірбеткейлікті шектен тыс пайдаланып қойсақ, біз өзімізге басқаша мінез қалыптастырып алуымыз мүмкін. Яғни ол бірбеткейліктің кейбір кезде пайдасы бар. Сонымен қатар оның бірбеткейліктің зияны да бар. Сол себептен жан жағымыздағы адамдардың көзқарасын тыңдауымыз керек. Жан жағымыздағы, айналамыздағы адамдардың көзқарасына аса құрметпен қарауымыз керек. Сондай-ақ, бесінші, ешбір адам мінсіз деп айта алмаймыз. Яғни барлық адамның міні бар. Сіздің де мініңіз болуы мүмкін. Ешбір адам мінсіз емес. Барлығымызда кемшілік болады. Сол сияқты әрбір адам
кейбір адам деп айтайыншы, әрбір адам демейін, кейбір адам басқалардан өзін кем санап жүреді. Яғни ол деген өзінің самооценкасы төмен болғандықтан, яғни өзін өзі бағалай алмағандықтан деп ойлаймын да мен. Сол себептен әрбір адамның өзінің мүмкіндігі пайдалану керек. Барлық адамның мүмкіндігі шектеусіз. Яғни қандай да мүмкіндігіңіз болса, қолыңыздан келетін іс болса, қолыңыздан келетін нәрсе болса, жасай алуға өзіңізге толықтай сенімді болсаңыз, мүмкіндігіңізді, мүмкіншілігіңізді пайдалануға ешкімнің, былайша айтқанда, шектеу қоюына хақы жоқ. 6-шы, стресстен аулақ болғыңыз келсе, басқалардан, яғни айналамыздағы, қоршаған ортадағы адамдарымыздан шектен тыс талап күтпейміз, басқа айналадағы адамдарға шектен тыс талап қоймаймыз. Яғни басқа адамдарды, айналадағы адамдарды қалай бар, тура солай қабылдауымыз керек. Яғни қателік жасасақ, оны келесі жолда түзетуге тырысу керек. Әрбір адам қателіктерден сабақ алу арқылы өзінің өмірін дұрыстайды. Яғни қателік жасамау керек емес, қателікті уақытында жасап тұру керек. Не үшін? Алдағы уақыттарда өмірлік жолда дұрыс пайдалану үшін. Сол себептен тағы да айтатыным, басқалардың кемшілігін термей, наоборот, керісінше, айналадағы адамдарымыздың артықшылығын бірінші көру. Яғни қоршаған ортамызда, айналамызда, достарымызда, жолдастарымызда, коллективтерімізде, туған туысқандарымызда барлығында кемшілік тұстар бар. Ол кемшілік тұстарына көз жұма қарап, олардың артықшылық тұстарын ала білсек, ара қатынасымыз жақсара түспек, яғни нығая түспек. Осы жағдайды, осы мінезді адам дұрыс қалыптастыру керек. Яғни сол кезде біздің қоршаған ортамен, айналадағы адамдармен, яғни жұмыстағы адамдармен, коллективпен, басшылықпен, оқушылармен, ата-анамен біздің ара қатынасымыз күндердің бір күнінде жақсарады.